Сәлем баршаға, сендер Еркек Лайф каналындасыңдар. Бүгінгі видеода біз автобуста, метрода, көпшілікте отыратын жерлерде қызбен қалай танысу керек? Мысалы, біз метрода кетіп бара жатамыз ба, автобуста кетіп бара жатамыз ба, көпшілікте отырамыз ба, қалай қызбен танысамыз? Егер біз сөйлей алмасақ, бізге дауыстар мешайт етіп отса, көп адамдар кедергі жасап отса, онда біз қалай танысамыз? Мен сендерге толығымен айтып берейін. Біріншіден, таныспас бұрын, мысалы біз метроны алайық. Біз метрода кетіп бара жатамыз. Қыз негізі қарама-қарсы жерде отыру керек. Мысалы біз метроның бер шетіне отырсақ, қыз ар шетіне отыр, иә? Адам көп. Бірақ біз қызды көріп тұрмыз. Біз бірінші не істейміз? Бірінші біз деген қызға қараймыз, көзіне қараймыз. Ол кезде біздің қолымызда қалам мен қағаз болу керек. Біз қызға бір қараймыз да, қағазға сурет салғандай боламыз. Қайтадан бір қараймыз да, сурет салғандай боламыз. Сөйтіп бірнеше рет істейміз. Сол кезде қыз сендерге қызығушылығы артады. Бұл жігіт не істеп отыр, мені сурет салып жатыр ма, маған қарап сурет салып жатыр ма деп қызығушылықпен қарайды. Бірақ біз оның суретін салмаймыз, біз тек қана гүлдің суретін саламыз. Біздің негізі прикол деп аталады ол. Прикол жасаймыз қызға. Егер сол кезде қыз шықпас бұрын, біз қызығушылығы артқан кезде біз қасына сол гүлді саламыз да, гүлдің қасына номеріміз жазамыз. Бірақ ондай кезде екіден бір қыздың бөлігі сендерге WhatsApp-пен шығуы мүмкін, немесе звондауы мүмкін. Бұл өте қызық танысу. Өйтіп әлі ешкім таныспаған. Қызға күнделікті көргеннен бөлек қызық танысуда, сондықтан жігіттер сондай жаттығу жасаймыз. Қызға қараймыз, саламыз, гүл саламыз да, қасына номерін жазамыз да, қызға береміз, шығып кетеміз метродан. Бұл болсын, автобус болсын, метро болсын, көпшілік болсын. Және де тағы екінші танысу, ол телефонмен танысу. Көпшілікте автобуста болсын, метрода болсын, тыныш жер емес жерлерде. Қалай істейміз? Телефонды аламыз да, SMS-ті ашамыз да, улыбка қоямыз да, қасында сәлем қарындас, сен маған ұнадың? Телефон деп жазамыз, болды. Қызға қолына береміз, қарындас дейміз да, қолына береміз, қыз деген алады да, күледі сол кезде. Сондай көп деген 90-80% қыздар номерлерін жазып береді. Өйткені ол қызық танысу. Бұл негізі өте қызық танысулар болып саналады. Және де былай да істесе болады. Үшінші амал танысудың телефонмен музыка качать ету. Қызға айтамыз, қарындас, сенде музыка бар ма? Менде телефонымда музыка жоқ еді, сол. Маған жүктеп берші деп айтамыз. Сол кезде қыз жүктеп беріп, сосын біз музыка туралы, сосын қызығушылық туралы айтамыз да, соңында қарындас, бізде қызық байланыстар көп екен, сенің номеріңді алайын, сосын араласамыз деп, әдемілеп шығып кетеміз. Сол негізгі бізде 3 негізгі жаттығулар көпшілікте, автобуста, метрода болсын, қалай танысу. Ол біздің көмегіміз ол. Телефон болсын, қағазда, ручка, қағаз сурет. Сосын тағы да жігіттер қыздарға андай сыйлықтар ұнайды.
подаркалар емес, нелер емес. Біз мысалы метрода, автобуста отырсақ, біз оригами қағаздан жасап, оригами қыздарға берсек, вот сол кезде қыздар сендерге ғашық бола бастайды. Оригаминің сыртына біз номерін жазып қоямыз. Мысалы, YouTube'те көптеген видеолар бар, оригами қалай жасауға болады деген. Сол видеоларда қосып жігіттер оригами үйренеміз. Оригами гүлдерін қалай жасау керектігін. Ол роза болсын, тюльпан болсын, YouTube'те көп ондай оригами қызық қағаздан жасап қыздарға беру. Бұл негізі қызық, оңай және ақша кетпейтін сыйлық. Біз тез арада 3-4 минутта оригамины жасап бере аламыз. Қағаздан болсын, неден болсын, картоннан болсын, бәрін жасап бере аламыз. Сол қызға береміз, қыз деген күліп қалады. Солай жігіттер, негізгі бүгінгі видео көпшілікте метрода, автобуста қыздармен қалай танысу керек туралы видео. Жаттығулар жасаңдар, көп сөйтіп жақындаңдар, көзбе-көз үйреніңдер. Қызға мысалы ең бастысы көзіне қарап үйреніңдер басында. Егер сендер сәлем деп айта алмасыңдар жігіттер, ондай жігіттер болады, ұялшақ, қызға жақындай алмайтын. Көздеріңді бірінші үйретіңдер, көздеріңді үйретсеңдер, бәрі жақсы болады. Әдемі қызды көрдік, көзбе-көз, оған көз лақтырамыз, ол саған көз лақтырады. Негізі қыздар көздерін тартпайды негізі. Кейде ғана қыздар көздерін тартады, бірақ қыздар негізі көздері өте қатты, олар көздерін мүлдем тартпайды. Жігіттер ұялғандықтан көздерін тарта салады да, содан кейін қыз ойлайды, ой, бұл жігіт деген нашар екен, қарай алмайды екен, қыздың көзіне қарай алмаса не үшін жігіт болып жүр деп ойлауы мүмкін. Сондықтан жігіттер көзбен қараймыз, қызға тесіп қараймыз, болды. Негізгі жаттығу, сол да жаттығу жақсы негізі, көзбе-көз қарау, ұзақ тұру, қыздың көзіне қарап, кім бірінші тартады. Қыздар негізі бір 30-40 секундтан кейін өше бастайды да, көз қарау болмайды, көздерін тарта қалады. Сондықтан жігіттер қыздардың көзіне түзу, көзіне қарап тұру керек. Автобуста болсын, метрода болсын, көпшілікте мегапарктарда болсын, центрлерде болсын, қыздардың көзіне тесіліп қарау. Кішкене жан-жаққа қарап қоямыз да, қайтадан көзіне қарап тұрмыз. Енді сендер тесіп қарап тұрмаңдар 10 минутта, өйткені маньяк па деп қалады. Ондайдың қажеті жоқ. Сондықтан жігіттер кішкене қараймыз да, көзін кішкене бітеміз да, қайтадан қарай басам, бүйтіп күліп қарап. Бұл жаттығу біздің мимикамызды дамытады. Мимика ол деген не? Мимика дегеніміз көзбен, күлкімен, қысумен, көз қысумен қызды қызықтыру деген жаттығулар. Сол көзбен қараған кейін арасында көзбен бүйтіп қысып қоямыз. Былай, жай, былай, сосын былай, ұзақтан. Оны айна қарап үйрену керек жігіттер. Сосын былай қысамыз. Сөйтіп қысып, бір қыссақ болды. Қыз деген күліп жіберсе қыз, онда бізге жақындауға болады. Жақындағаннан кейін сәлем қарындас, бүгін жақсы күн екен негізі, бүгін демалуға келдің ба? Мен де негізі демалуға келдім. Качеля алдындағы сабақтағыдай айтқандай, качеля жаттығуларын істей бастаймыз. Сосын номерін аламыз. Сосын келесіде, бірінші кездесуде мен алдыңғы видеоларым бар. Сол кездесуді сол әдемі қызбен өткіземіз. Негізі тамаша жігіттер, әдемі қыз қасында бірге отырсындар, күліп. Негізі тамаша әдемі қыздар. Сондықтан жігіттер, әдемі қыздарға жақындаймыз, әдемі қыздармен кездесеміз, әдемі қыздардан номер аламыз. Жай қыздарға жақындау қажет жоқ, өйткені сендер жай қыздарға өздеріңде жақындай аласыңдар, бірақ ондай сезім болмайды жігіттер. Жай қыздарға жақындасаңда, номерін алып кездесеңдер де ондай сезім болмайды. Әдемі қыздар ол басқаша. Ол әдемі қыздар, білмеймін, айталмас бір сезім, қызық сезім. Сондықтан жігіттер әдемі қыздарға жақындаймыз,
лайк басамыз, тіркелеміз, әлі талай бізде видео болады. Жақсы.